بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على مبعوث رحمة للعالمين على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته құрметті жамағат, құрметті Лабағаты мешітінің көрермендері, бүгінгі сабағымыз имам Бұхаринің келесі бір тақырыбынан болады. Бұл тақырып негізі өткен сабақтарда имам Бұхаринің Китабул Илм, яғни ілім немесе білім деген тарауын бастап едік. Соны жалғастырамыз. Төртінші тарауша немесе тақырыбымыз бұл тараудағы бабу қаулил мухаддиси хаддасана ау ахбарана ва анбаана. Яғни мухаддис ғалымның маған айтып берді, немесе маған хабар берді, немесе маған білдірді деген сөздерінің мағынасы жайлы. Яғни бұл бүгінгі тақырыбымыз жалпы алғанда бұл хадис ғылымына қатысты бір мәселені қозғап тұр. Негізі білесіздер, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның хадистері ең алғашқы кезеңде сахабалар тікелей пайғамбарымыздан естіді. Сосын сахабалар өздерінен кейін кімге? Табиғиндарға жеткізді. Ал табиғиндар өздерінен кейінгі атбау табиғиндарға жеткізіп, солай бізге дейін жетіп келеді пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның сөздері. Енді мынандай мәселе, сахаба пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламнан бір сөзді естіген кезде жеткізеді ғой енді басқаға. Мысалға Абу Бәкірді алайық. Абу Бәкір пайғамбарымыздан бір сөзін естіді. Сол кезде Абу Бәкір келесі табиғиндарға сол сөзді жеткізетін кезде не деп жеткізеді? Яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның айтқанын естідім дейді ма, немесе пайғамбарымыз бізге айтып берді ма дейді деп айта ма деген мәселе бар. Бұл мәселе негізі терең кірмейміз, былай сырттай түсіндіріп кетем. Одан кейін хадистің мағынасына бір хадис келтіреді имам Бұхари, сол хадистің түсіндірмесіне тоқталамыз иншалла. Мынандай нәрсе бар, қараңыздар. Мен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламнан бір хадисті естіген кезде, мысалы пайғамбарымыз хаджатул вадаада бір хутба айтты, немесе белгілі бір сөздерді айтқан кезде мен естідім пайғамбарымыздан. Енді оны жеткізетін кезде хаддасана Расулуллах, яғни пайғамбарымыз бізге сол сөзді айтты деп айтсам да болады, бір араб тілінде. Немесе ахбарана деп айтсам да болады. Ахбарана дегеніміз маған хабар берді дегені. Біздің қазақ тілінде де айырмашылығы бар. Бір кісі маған айтып берді. Қараңыздар, сіздерге сұрақ. Бір кісі маған айтып берді. Бұл бірінші сөйлем. Екінші сөйлем, пәленші кісінің маған хабар беріп, пәленші кісі маған хабар берді десе. Екеуінің арасында не айырмашылық бар? Қалай ойлайсыздар? Бұлай қазақ тілінің өзінде. Осылай хабарды естіп жатырмыз дейді. Мысалға, хабар берді, немесе сондай хабарды естідім мен, бізге айтып бердінің арасында айырмашылық. Айтып беруде ол тілмен болады. Яғни бір адам сізге белгілі бір ақпаратты тілімен айтып берсе, не деп айтасыз? Пәленші маған айтып берді осы ақпаратты дейсіз. Бірақ пәленші маған осы ақпарат жайлы хабар берді, хабардар етті, немесе хабар етті деген кезде ол тілмен де болуы мүмкін, ишаратпен де болуы мүмкін. Мысалға, бұлай деп айтса, немесе жазып жіберсе, мысалға, сізге хабар келеді. Мысалға, сізге мен WhatsApp-тан, Telegram-нан, немесе Instagram-нан сізге хат жібердім. Соны сіз не деп айтасыз? Пәленші маған айтты дейсіз бе, немесе пәленші маған жазып жіберді, хабар берді деп айтасыз. Хабар берді, яғни жеткізді деген мағынада. Сол сияқты мұхаддистардың арасында келіспеушілік болған басында. Яғни пайғамбарымыздан естіген нәрсесін қалай жеткізеді енді? Пайғамбарымыз бізге айтты деп айта ма, немесе пайғамбарымыздан жеткен деп айта ма деген мәселе. Бұл басында хилаф болған, яғни ғалымдарымыздың көзқарастары әртүрлі болған. Бұл мәселеде енді тағы екіншісі бұл ахбарана деген нәрсе бар. Ахбарананы көбінесе бұл мәселені түсіндіру үшін бірінші хадисті қабылдау немесе хадисті үйрену жолдарының түрлерін мен сіздерге түсіндірсем. Бірінші
жолы ол пайғамбарымыздан немесе сахабадан табиин естуі. Бұл негізгі жол. Солай ғой, негізгі жол ол не? Пайғамбардан естуі. Екінші жол ол ұстазға келіп, немесе пайғамбарымызға келіп, немесе табиинға келіп, бір сөзді айтқан кезде пайғамбарымыз иқрар деп айтылады, соны құптаса, немесе я деп айтса, құдды пайғамбарымыз айтқан сияқты болып қалады. Сондай кезде ол не деп айтады? Ахбарана дейді. Тағы да түсініктірек болу үшін сіздерге бір мысалды айтайын. Мен шәкіртпін. Менің мысалға Мұхаммед деген немесе Зайд деген ұстазым бар. Сол ұстазға барып, ол кісіде мысалға 1000 хадис бар. Бұл ижаза деген мәселелерде келеді. Көбінесе ижаза деген нәрселерді естіген шығарсыздар. Пәлен ұстазынан ижазасы бар екен, Бұхаридан ижазасы бар екен, қирааттан ижазасы бар екен деген мәселелерде кездеседі. Мен пәленші ұстаздың қасына бардым. Мысалға сол кім? Зайд деген ұстазымыз бар, соған бардық. Ода Бұхаридан ижазасы бар, тізбегі бар, яғни пайғамбарымызға дейін тізбегі бар. Енді мен де сол тізбекті алуым керек. Алуды қалап тұрмын. Ол Зайд деген ұстаздың үйіне бардым, немесе мешітіне бардым, медресесіне бардым. Ол кісіден тізбекті алу, хадисті алудың менде екі жолы бар. Негізгі, бірақ басқа жолдар да бар, оны түсіндіреміз. Негізгі екі жолы бар. Біріншісі, мен кітапты, яғни Бұхариді бастан аяқ оған оқып берем. Немесе ол ұстаз маған бастан аяқ өзінің тізбегімен сол хадистерді маған Бұхаридағы хадистерді барлығын оқып береді. Сол кезде менің ақым болады айтуға, мен пәленші ұстаздан естідім деп. Немесе мен ұстазға оқып беруім керек бастан аяқ. Ұстаз тыңдап отырады да не істейді? Я, дұрыс дейді. Сол кезде ұстаз маған оқып берсе де, мен ұстазға оқып берсем де екеуі бірдей. Яғни екеуінде де мен ұстаздан хадис алған болып есептелем. Яғни тізбегіміз байланады. Жалғасады, то есть. Менде уже тізбек ижаза бар деген мәселе. Енді бұл мәселеге терең кірмей қоя салайық. Енді өйткені бұл сабақтарымыз негізі қарапайым халыққа арналған үшін. Сол мәселені имам Бұхари қазір мына жерде айтып тұр. Яғни хаддасана, ахбарана, амбаана деп айтса үшеуі бірдей, бір деңгейде. Үшеуін бір-бірінің орнына қолдануға болады. Барлығы синоним деген мағынада. Иншалла жаңағы хадис сабақтары бар, негізі Нұржан ұстаздың да платформалары бар, басқа да ұстаздардың хадис сабақтары бар. Ютубтардан көрсеңіздер болады. Сол жерде негізі хаддасана, ахбарана, амбаана деген тақырыптар жеке-жеке әрбіреуі бір-бір сабақ ретінде қарастырылады. Енді бұны біз қатты терең кірмейік. Имам Бұхари бұл жерде имам өзінің көз қарасын, өзінің мазхабын айтып жатыр. Яғни хаддасана, ахбарана, амбаана үшеуі бірдей деген. Енді имам Бұхари осы тақырыпта мына бір хадис келтіреді. Сол хадисті оқиық, бізге керектісі де сол. إمام بخاري يتدى حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم فحدثوني ما هي فوقع الناس في شجر البوادي قال عبد الله ووقع في نفسي أنها النخلة فاستحييت ثم قالوا حدثنا ما هي يا رسول الله قال هي النخلة. Абдуллах ибн Умар ибн Хаттаб деген сахаба болған. Омар ибн Хаттаб деген сахабаны барлығымыз білеміз ғой, иә? Екінші халифа пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның несі? Кімі болады? Ау? Жоқ, Омар пайғамбарымызға қандай туыстық немесе қандай қатынас байланысы бар пайғамбарымызға? Кім? Қайнатасы ғой. Яғни пайғамбарымыздың қайнатасы былай алып қарағанда. Өйткені Омар өзінің Хафса деген қызын пайғамбарымызға тұрмысқа берген болады. Абу Бәкір да пайғамбарымыздың несі негізі? Қайнатасы. Осман мен Али екеуі пайғамбарымыздың несі? Күйеу баласы. Яғни 4 сахабаны есте сақтап қалыңыздар. 4 сахабаның екеуі пайғамбарымыздың қайнатасы, екеуі күйеу баласы. Осман кімге? Умму Күлсум мен Руқайя екі қызын береді. Бірінші басында бір қызын береді. Қателеспесем Руқайя ғой деймін. Кейін қайтыс болып кетеді, кейін артынан Умму Күлсумды береді. Алиға білесіздер Фатима радиаллаху анханы береді. Демек,
Омар ибн Хаттабтың баласы бар, Абдуллах деген. Абдуллах ибн Омар. Сол кісі айтады: күндердің бірінде біз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның қасында отқан едік дейді. Бір риуаятта, басқа бұл риуаятта айтады, мына жерде айтылмаған, 10 кісі едік дейді. 10 адам болып пайғамбарымыз қасында отырғанбыз, сахабалар дейді. Сөйтіп пайғамбарымыз айтты дейді: бір ағаш бар дейді. Сол ағаштың жапырақтары ешқашан түспейді дейді. Ол ағаштың жапырақтары ешқашан түспейді. Ол құдды мұсылман сияқты дейді. Яғни мұсылманға қатты ұқсайды дейді. Ол қандай ағаш дейді. Сахабалар сұрақ қояды. Сөйтіп адамдар жаңағы далада өсетін ағаштардың барлығы өзінің варианттарын айтады. Ол мынандай болса керек, мына ағаш па, мына мысалы жүзім ағаш, жүзім емес не? Мысалға өрік па, шапталы ма, басқа ма деген сияқты әр сахаба өзінің вариантын айтады. Сөйтіп Абдуллах айтады: "Фавақа фи нафси аннаха нахла." Мен ойлап қарадым да, оны құрма болса керек деп ойладым дейді. Сол ағаш, пайғамбарымыз сұрап жатқан ағаш, ол құрма ағашы болса керек деп ойладым дейді. Бірақ ұялдым дейді айтуға. Неге? Өйткені басқа бір риуаятта айтады, өйткені 10 адамның ішіндегі ең жасы кішісі мен едім дейді. Ол 10 адамның арасында Абу Бәкір бар еді дейді, Омар бар еді дейді. Қарасам Абу Бәкір да, Омар да үндемей отыр дейді. Сөйтіп енді кішкентай бала ғой енді, ол әкесі тұр. Сондай үлкен сахабалар тұр, айтуға ұялдым дейді. Яғни жас бала болып тұрып, ол құрма ағашы деп айтуға ұялдым дейді. Сосын таба алмаған ғой енді сахабалар. Ана ағаш деді, мынау ағаш деді, варианттарын айтты. Пайғамбарым жоқ дегеннен кейін, сосын сахабалар айтады: "Алланың елшісі, өзіңіз айтыңызшы, ол қандай ағаш?" дейді. Сол кезде пайғамбарымыз айтады: "Ол құрма ағаш" дейді. Абдуллах ибн Омар негізі тапқан соны. Осы хадисті алып келген имам Бухари. Бұл хадистің жоғарыдағы біздің тақырыпқа қатысты жері, өйткені пайғамбарымызға хадисна деп айтқан. Бұл терминдік мағынасы, яғни хадис ғылымында келетін мәселе. Біз хадистің несіне, түсіндірмесіне келсек. Енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бұл хадисте мұсылман адамды неге ұқсатып жатыр? Құрма ағашына. Енді құрма ағашына қай жағынан ұқсайды? Несі ұқсайды? Соны Ибн Хаджар Ал-Асқалани айтады. Басқа бір риуаятта былай деп келеді. Ибн Омар айтады: бір күні біз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның қасында отқан кезімізде пайғамбарымыз солай айтты. Яғни мұсылман адам бір ағашқа ұқсайды. Ол ағаштың жапырақтары ешқашан түспейді деп айтады. Сөйтіп сахабалар жаңағындай қай ағаш екенін білмейді. Кейін пайғамбарымыз айтады: ол не? Жаңағы құрма ағашы дейді. Құрма ағашының жапырақтары ешқашан түспейді екен. Құрманың ағашын көргенсіздер ғой, пальма дейміз ғой. Көргенсіздер, оның жапырақтары не болады? Үлкен болады. Ол мына басқа ағаштардың жапырақтары сияқты, мына күз келген кезде немесе өзінің сезоны келген кезде ол түспейді екен. Кеуіп былай болып не істейді? Кеуіп кетеді ол. Қарасаңыздар, көрсеңіздер. Оны кейін барып не істейді? Шауып тастайды, алып тастайды несін. Енді қай жағынан ұқсайды дегенде пайғамбарымыз айтады: құдды құрма ағашының жапырақтары ешқашан түспегені сияқты, мұсылман адамның да дұғасы ешқашан түспейді дейді. Яғни мұсылман адамның жасаған дұғасы үнемі не болады? Оның пайдасына қызмет жасайды дейді. Өйткені біз білеміз, дұға жасағанда бізге 3 не болады? Жол болады. Немесе 3 нәтиже болады. 3 нәтиже деп айтсақ болады. Біріншісі, Алла Тағала сіздің сол сұрап дұға жасағаның, дұғаңызды қабыл етіп сұраған нәрсеңізді беруі мүмкін. Немесе сол сұраған нәрсеңізді бермей, сол сұрап тұрған нәрсеңіздің мөлшерінде сізден бір жаманшылықты, қиындықты кетіруі мүмкін. Үшіншісі, қияметке сізге сауап ретінде алып қою мүмкін. Сол себепті мұсылман адамның Алланың мейірімін үміт етіп қолын дұғаға жазатын болса, ашатын болса, ол білсін, ода хайыр бар. Сен уа Раббым деп қолыңды ашып, Раббыңнан
бір нәрсені сұрадың ба, міндетті түрде осы үш нәтиженің бірі болады саған. Біріншісі, или сұраған нәрсеңді береді, екіншісі, сол сұраған нәрсеңді бермесе де, не үшін бермейді? Өйткені Алла Тағала Бақара сүресінде айтады: "Аса ан такраху шай'ан фахуа хайрун лакум." Сендер кейде мына нәрсе маған зиянды деп айтқан нәрселерің, немесе сендер ұнатпаған кейбір нәрселерің сендердің пайдаларыңа қызмет жасайды. Ал "Васа ан тухиббу шай'ан фахуа шаррун лакум." Кейде сендер бір нәрсені маған пайдалы, осы нәрсе маған керек деп ойлайсыңдар, ал негізінде ол сендерге зиянды болып шығады дейді. Демек сен сұрайсың: "Ва Раббым, маған перзент бер." Перзент бермей жатыр. Неге? Өйткені Алла Тағала біледі, ол перзент саған не? Қазіргі жағдайыңда қайырлы емес. Бұл бірінші жолы. Яғни Алла Тағала саған жасаған дұғаңды қабыл етіп сұраған нәрсеңді беруі мүмкін. Немесе сол жасаған дұғаңның мөлшерінде, яғни мөлшері немен өлшенеді? Ықыласпен өлшенеді. Мына нәрсені біз түсінейік. Алла Тағаланың құзырында қай бір амал, оның мөлшері немен өлшенеді? Сол амалдағы пенденің ықыласымен өлшенеді. Мынандай нәрсе барды, ғалымдарымыздың пікірталасы бар негізі. Адам баласы бір құлшылықты жасаған кезде қаншалықты көп машаққат, қиыншылыққа тап болса, соншалықты оның сауабы көп бола ма? Немесе оған байланысты емес пе деген мәселе бар. Яғни халил әжру аля қадрил машаққа деген мәселе бар. Мысалға, бір адам намаз оқып жатыр. Намаз оқығанда бірақ қатты қиналады, аяғы ауырайды деген сияқты. Сол адамның намазының сауабы көбірек па, немесе аяғы ауырмай, дені сау адамның оқыған намазының сауабы көбірек па? Қалай ойлайсыздар? Қиналумен, Ананың не күнәсі бар енді? Анау енді не істеу керек енді? Соның сауабын жету үшін өзін қинау керек па? Дұрыс айтасыз. Яғни сіз айтып жатқан пікірді кейбір ғалымдар айтқан. Яғни адам баласының сауабы үлкен болуына себеп оның сол амалды жасаудағы тап болған қиыншылықтарына байланысты дейді. Кейбір ғалымдар айтқан, жоқ, адам баласының жасаған құлшылығы қиыншылығына вообще қатысы жоқ дейді. Адам баласының жасаған құлшылығы сол құлшылықтағы ықыласына байланысты дейді. Мысалға, адам қиналып намаз оқып жатыр. Бірақ бір адам дені сау, ешқандай қиыншылықсыз жеп-жеңіл намаз оқып жатыр. Бірақ оның ықыласы, Аллаға болған тәуәжжүх дейді, яғни Аллаға болған ынтасы, Аллаға болған махаббаты жоғары болса, анадан жоғары болады. Сол себепті де қарасаңыздар, Бұхариде келеді бұл хадисте, бір әйел, қандай әйел? Зинахор әйел деп келеді. Зинахор әйел бір шөлдеп тұрған итті су беріп жәннатқа кіріп кетеді. Білесіздер ол хадисті? Яғни ал-мар'ату сақатил калба фадахала ал-жанна деп келеді. Яғни сол бір қатты шөлдеп жатқан бір нені көріп, итті көріп, мынада қатты нетіп қапты ғой, шөлдеп қапты ғой деп не істейді? Ықыласпен, яғни Алла үшін берген болады суды сол кезде. Яғни сол кейбір нелерде айтылады, шарықтарында, яғни қиямет күні біз білеміз, қатты күннің астында қаламыз, қатты біз шөлдейміз. Сол шөлдеген кезде біз суға өте не боламыз? Мұқтаж боламыз. Сол нәрсені жаңағы әйел не істейді? Есіне алып, қиямет күнінде де біз осындай жағдайға түсеміз ғой деп, ықыласпен бір кесе су беріп, ананың несін шөлін қандырады, сөйтіп Алланың мейіріміне бөленіп жәннатқа кіріп кетеді. Енді ойлаңызшы, оның жасаған амалы, немесе ол амалды жасаудағы қиыншылыққа тап болуы көп па, аз ба? Жоқ қой, почти алады, құдықтан суды ала салады, бере салады. Бірақ оның амалы Алланың құзырында одан бұрынғы барлық жасаған күнәларын кешіріліп кетілуіне не болды? Себеп болды. Ол жерде мәселе неде екен демек? Ықыласта. Демек, адам баласы кейбір бізде сондай түсінік бар да, діндар болып жүрген адамдарда қаншалықты қатты қиналсам, соншалықты не? Сауабым көбірек болады деп ойлайды. Қатты суық күндерде суық судармен дәрет алып, мен жаңағыдай не болады? Сауабы көбірек болады деген сияқты. Ол дұрыс емес. Алла Тағала айтады: "Юридуллаху бикумул юсра ва ла юриду бикумул уср."
Алла сендерге жеңілдікті қалайды. Алла Тағала ешқашан сендерге қиындықты қаламайды. Иә. Алла Тағала бізден нені қалайды? Біз денемізді, рухымызды, қинағанды қаламайды. Алла Тағала бізден бір ғана нәрсені қалайды. Ол ықылас. Яғни Раббымызды тану, Раббымызға барлық амалымызды, құлшылықтарымызды тек қана ықыласпен. Ықылас дегенді түсінесіздер ғой? Ықылас не ол? Шынайы. Яғни негізі ықыласа шей'a дегеніміз араб тілінде бір заттың ішінен бөгде заттарды алып тастайсыз ғой. Мысалға балды көбінесе мысалы келтіреді бұны арабтар. Бал бар ғой. Бал не істейді? Балды біз не істеуіміз үшін, таза күйінде алуымыз үшін ол бізге жаңа араның іннен не ұясынан келмейді ғой, таза болып. Оның процесі бар, тазалайды оны қаншама. Соны ақыласа шей деп айтылады. Немесе оны насхда деп айтылады. Демек сол таза өнім алу үшін оның ішіндегі бөгде заттарды алып тастасаңыз, сол ықылас деп айтылады. Демек бізде жасайтын әрбір құлшылығымыз, әрбір амалымызды Алладан басқаға деген бір ниеттерді алып тастап тазалауымызға айтылады. Яғни таза Алла үшін істеу ғой. Демек Алланың құзырындағы амалдың өлшемі немен өлшенеді екен? Ықыласпен болады. Қиыншылықпен емес. Түсінікті? Енді жаңағы Ибн Омар айтады, пайғамбарымыз айтты, жаңа құрма ағашының жапырақтары түспегені сияқты мұсылман адамның да жасаған дұғасы аспанға көтеріледі, бірақ ешқашан қайтып түспейді. Қайтып түспейді дегеніміз, яғни қабыл болады. Алла үш нәтиженің біреуін береді міндетті түрде. Жаңағы или сұраған нәрсесін береді, или сұраған нәрсесінің мөлшерінде одан бір жамандықты кетіреді, немесе қиямет күніне сауап ретінде алып қояды. Біз көбінесе байқай бермейтін кейбір амалдарымыз болады. Ертең қияметте сол бізді құтқарады. Ал біз бірақ сүйеніп, біз соған сеніп жүрген амалдарымыз ертең қиямет күнінде ол хабаан мансура, яғни шаң тозаңға айналып кетеді. Сол себепті Ибн Мубарак, қателеспесем, ғалым бар, Абдуллах Ибн Мубарак деген. Сол кісіге айтқан екен, ол кісі көп кітап жазатын болған. Ұстаз, өте көп кітап жаздыңыз, жететін шығар енді десе айтқан екенді. Болды ғой енді, көп әр салада кітап жаздыңыз деген кезде айтқан екен, мен әлі қай бір парағым мені жәннатқа кіртетін парақ екенін білген жоқпын. Яғни, мені жәннатқа кіртетін парақты әлі жаздым ба, жазбадым ба білмеймін ғой деген ғой. Өйткені Алланың құзырында біз білесіздер, Алланың құзырында біз амалмен жәннатқа кірмейміз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бір күні естіп отырады да сахабаларға айтады ғой: "Лан ядхула ахадукумул жанната би'амали." Сендердің ешбірің жасаған амалымен жәннатқа кірмейді дейді. Ойлаңыз, сендердің ешбірің жасаған амалы себепті жәннатқа кірмейді. Сол кезде сахабалардың кейбіреуі сұрайды: "Вала анта я Расулаллах?" Алланың елшісі, тіпті сізде ме дейді. Тіпті менде дейді. "Илля ан ятағаммадани Аллаху би рахматих." Алла Тағала өзі менің мейірімін, Алла Тағаланың өзі мені мейіріміне бөлеп жәннатқа кірітпесе, негізі біз пенделер жәннатқа кіруге лайықты емеспіз. Өйткені Алла Тағала білесіздер қиямет күнінде әділдігімен немесе мейірімділігімен есепке тартады пенделерді. Егер Алла Тағала әділдігімен есепке тартатын болса, кім болса да, ол кейбір ғалымдар айтады, туылғаннан бастап сәждеден басын көтермеген адам болса да дейді. Туылғаннан бастап сәждеде туылып, туылғаннан бастап сәждеден қайтыс болғанға дейін сол сәждеде жатқан адам болса да дейді. Егер Алла Тағала әділдігімен есепке тартатын болса, ол жәннатқа кіре алмайды дейді. Өйткені Алла Тағала бізге берген қаншама niғметтер бар. Көз, құлақ, асқазан, ішкі органдардың жұмыс жасауы деген сияқты. Олардың әр біреуі ол былай амалмен сен оны не істей алмайсың, өтеп бере алмайсың. Қазір күнде мысалы бір ғана почканың өзі қанша мың доллар тұрады. Дұрыс па? Бір ғана көзді, мысалға көзін біреу, көзінің несі болады, ішінде бірдеңе көз көрмейді қалатын адамдарға кристаллы ма бірдеңесі не қылады ғой, көшіріп көрмейтін адамдарға барып соны қояды. Мысалға сізге сол екі көзіңді бер, 500 мың доллар берем десе, бересіз ба? Не деп айтылады?
сондай бір нәрсесі бар. Именно соны алады да, көз көрмейтін адамға егер жарамды болса, сол диагнозы дұрыс келсе, қойса көреді екен да. Сол мысалға сізге екі көзіңізді беріңіз, сізге $1,000,000 берейік десе, бересіз ба? Бермейсіз ғой. 2 миллион берейік десе де, 5 миллион берейік десе де бермейсің. Қорсын дейсіз, дұрыс па? Өзіме керек дейсің. Демек, Алла Тағала бізге қаншама нығмет берген, бірақ сонда да біз пенделер не істей береміз? Алла Тағалаға жалба жасай береміз ғой. Менің анауым жоқ, мен не жасап едім, неге маған бұндай сынақ келе береді, неге мен қинала берем, неге менде анау жоқ, неге менде мынау жоқ. Алла Тағала саған соншама нығметтерді беріп қойған ғой. Алла Тағала айтады: "Ва ин таудду ниъматаллахи ла тухсуха". Алла Тағала сендерге берген егер нығметтерді санайтын болсаңдар, оның соңына жете алмайсыңдар. Оны көп, өте көп Алла Тағала бізге берген нығметтер. Тіпті мынау тыныс алуымыз бар ғой. Бізге білінбейді, өте оңай нәрсе сияқты. Яғни банальный бұл нәрсе болуы тиіс деп ойлайсыз. Негізі Алла Тағала Мариям сүресінде қателеспесем айтады: "Ва иннама наудду лахум адда" деген аят бар. Яғни біз әрбір пенделерді санап қойдық деген тікелей аударсақ. Бірақ Ибн Аббас айтады: "Иннама наудду анфасахум адда". Тіпті біз олардың тыныстарын неше мың рет, неше миллион рет тыныс алады, соның бәрін есептеп қойғанбыз дейді. Яғни есептеп қойғанымыз дегені Алла беріп тұр бізге соны. Яғни деп тыныс алуыңыз бір нығмет, оны деп шығарудың өзі бір нығмет. Иннама наудду лахум ва атакум мин кулли ма саалтумух. Алла сендерге сұраған барлық нәрселеріңді берді дейді. Бірақ сендер сонда да не істейсіңдер? Адам баласы иннал инсана ла залумун каффар. Расында адам баласы өте нығметтерді жоққа шығарушы, нығметтерді тез ұмытушы, нығметтерді мойындамайтын залым деп айтады. Демек, Алла Тағаланың бізге мейірімділігі не болып тұр? Біздің дұғамызды, яғни мұсылман адамның дұғасын ешқашан құр қайтармайды. Яғни Алла Тағалаға біз қолымызды жайып дұға ететін болсақ, Алла Тағала біздің қолымызды бос қайтармайды ешқашан. Омар айтады екен да, Омар ибн ал-Хаттаб: "Мен дұға жасаған кезде, яғни Алла Тағала маған дұға ету деген сезімді берген кезде, дұға етуге бір тауфиқ берген кезде, мен болды, ары қарай дұғам қабыл бола ма, болмайды ма деп уайымдамаймын" дейді. Біздің уайымымыз не? Біздің негізгі уайымымыз не? Дұғам қабыл болсыншы деген нәрсе ғой. Омар айтады екен да: "Мен дұға қылуға мені Алла Тағала тауфиқ бергені", яғни тауфиқ берген дегеніміз қалай айтсақ болады, яғни Алла Тағала мені дұға ететіндей қылып қойғаны соның өзімі нығмет дейді ғой. Соған мен шүкіршілік етем дейді. Дұғаның қабыл болуы емес дейді. Өйткені мен дұға қылдым ба, Алла Тағала мені ешқашан осы үш нәтижеден біріні бермей қоймайды дейді. Сол себепті Алла Тағала сізге дұға ету нығметіні берді ма, біліңіз, бұл үлкен нығмет. Жаңа үш нәрсенің бірін беруді қалады. Көбіміз не? Дұға деген нәрсеге мән бермейміз. Алла Тағала, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Ад-дуа силахул муъмин". Мұсылман, мүмін адамның негізгі қаруы ол не? Ол дұға. Любой ситуациядан сіз дұғамен шығып кете аласыз. Өйткені бүкіл әлемді басқарып тұрған ол кім? Алла Тағала. Сіз Алла Тағаладан сұрасаңыз, шын жүректен, Алла Тағаладан ихласпен сұрасаңыз, Алла Тағала бермейді ма? Алла Тағала айтады ғой Бақара сүресінде: "Ва иза саалака ибади анни фа инни қарибун уджибу даъвати да'i иза да'ан". Егер пенделерім мен жайлы сұраса, айтыңыз, мен оларға өте жақынмын. Дұға жасаған адамның дұғасын қабыл етем деді. Бұл Алланың несі? Уәдесі. Басқа бір аятта Ғафир сүресінде айтады: "Ва қала раббукум уд'уни астажиб лакум". Раббыңыз айтты, дұға жасаңдар маған, мен оны қабыл етем деді. Демек, дұға жасауға Алла Тағала сізге тауфиқ берді ма? Дұға жасай алатындай болып тұрсыз ба? Сондай жағдайда тұрсыз ба? Сіз қуана беріңіз. Сізге Алла Тағала бір жақсылықты қалап тұр. Енді хадисіміздің түсіндірмесін жалғастыратын болсақ, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бұл хадисті айтқан кезде негізі айту себебі бар. Не үшін бұл хадисті пайғамбарымыз айтты? Бұл сабабул вуруд деп айтылады. Яғни пайғамбарымыздың осы сөзді айтуына себеп болған оқиға немесе жағдай. Пайғамбарымыз отырған кезде бір сахаба
Жұммар алып келеді. Жұммар дегені құрма ағашы бар ғой. Құрма ағашының ортасында несі болады? Мына ядро дейміз ғой. Өзегі сияқты жейтін нәрсесі болады ортасында. Дән сияқты. Түсіндіңіздер ме? Сол ағаштың ортасында ол жұммар деп айтылады. Өте дәмді және өте қымбат нәрсе ол. Бір сахаба пайғамбарымыз қасына не алып келеді? Сол жұммар. Яғни ол ағашты кескеннен кейін нені? Құрма ағашын кесіп тастайсыз, астыңғы жағында болады ол жұммар деген. Ақ болады. YouTube'қа жазып көрсеңізде де болады. Ақ, андай бір тәтті жері, дәні болады ғой. Соны алып келеді пайғамбарымыз. Жұммарды жеп тұрған кезде осы сұрақты қояды ғой негізі. Бір ағаш бар. Ол ағаш мұсылман адамға ұқсайды. Оның ешқашан несі жапырағы түспейді. Құдды мұсылман адамның дұғасы ешқашан зая кетпегені сияқты деп. Қазір не үшін бұл себепті айтқанды қазір түсіндірем. Одан бұрын мына нәрсені түсіндірейік. Ибн Хаджар айтады: "Ва баракатун нахлати мавжудатун фи жами'i ажзаиха мустамирратун фи жами'i ахвалиха." Енді білесіздер, құрма ағашыны, енді біздің қазақ елі көп құрма ағашын біле бермесе керек, бірақ бұл арабтар жақсы біледі. Құрма ағашының барлық бөлігінде жақсылық бар. Жақсылық дегенде қалай? Пайда бар. Яғни адам баласына пайдалы нәрсе. Оның жаңағындай ағашының өзі де, оның жапырақтары да, өйткені жапырақтарын олар неге істетеді? Көбінесе білесіздер, қолданады. Мынау кришаны жапқан кезде не бар ғой? Не жабады ғой? Сабанмен, лаймен, сабанмен. Бірінші жапқан дей ма? Бұрын арабтар, енді оларды лаймен нетпейді, өйткені оларды топыраққа қарағанда құм көп қой. Сол себепті ол жаңа ненің құрманың ағаш нелерін, жапырақтарын алып. Көргенсіздер ме құрманың жапырақтарын? Ұзын-ұзын, үлкен-үлкен болады. Соны қояды. Мысалға, нені балкаларды қойғаннан кейін үстіне, соны қойып шығады. Шифр сияқты қолданған. Бұлай біздің күнімізбен, бүгінгі күннің несімен, терминмен айтсақ, шифр сияқты қолданады. Бұл жапырақтардың өзі. Енді оның жемісін барлығымыз білеміз, жеп жүрміз. Ол құрма. Кейін сол құрманың өзіні, құрма, ол енді шыққаннан бастап пісіп, андай не болып қалғанға дейін, не дейді анау? Не болып қалады ғой? Кеуіп. Солып қалғанға дейін барлық кезеңде оны жей беруге болады. Барлық жемістерде олай емес. Барлық жемістерде сіз тек қана көбінесе жемістерді сіз қашан жей аласыз, қашан сізге пайдалы болады, қашан піскен кезде ғана. Ал ол құрманың жемісі, ол енді шыққаннан бастап, ол кеуіп кеткенге дейін жей беруге жарамды да. Ол сондай ғой. Ол рутоп деп айтылады. Басы ең алғаш шыққаны, ал піспей тұрған рутоп деп айтылады. Әлі ішінде сочный болып тұрады ол. Ол кейін сәл тұрғаннан кейін неге айналады? Уже құрмаға айналады. Одан кейін уже тәмір болады. Тәмір дегеніміз біздің тілмен айтқанда мейіз ғой. Мейіз сияқты. Жүзімді ұқсап кетеді негізі. Бірақ жүзімді сіз бастапқы кезеңде жей алмайсыз. Ащы болады, кислый болады. Ал анан жей бересіз құрманы. Сосын оның ішінде де не бар? Ортасында, ядросында, ағаштың ішінде де не бар? Адамдарға пайдалы жейтін жемісі бар оның. Сосын ол ненің тағы да құрманың ерекшеліктерін айтады. Құрманың ерекшеліктері не үшін мұсылман адамға ұқсатылған дейді, бірақ бұны әлсіздеу деп келтірген, бірақ соны айтып кететін болсақ. Құрма ағашы негізі суға егер батыратын болсаңыз, өліп қалады дейді. Егер қатты судың астына қалып қойса, ол өліп қалады дейді, адам сияқты дейді. Сосын құрма ағашының басын кесіп тастасаңыз, тоже өліп қалады дейді. Ана қайттан шықпайды дейді. Сосын құрма ағашы негізі, білесіздер, ағаштар суды қайдан алады? Тамырынан алуға. Ал құрмаға шоғырдан алады екен, жапырақтардан алады екен. Құдды адам сияқты дейді. Сол жағынан ұқсайтын жерлерін айтқан ғой негізі. Сосын айтқан құрма ағашы, ода сезім бар деген. Бір құрма ағаш басқа бір құрма ағашқа ғашық болады екен. Сондай сезім бар дейді. Бұған
мысал ретінде нені алып келеді көбінесе. Білесіздер ғой, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам минбер қоюдан бұрын бір құрма ағашының қасында не істеген? Хұтпа жасайтын болған, уағыз айтатын болған. Кейін сахабалар оған не пайғамбарымызға минбер жасап береді ғой. Кейін минберге кеткен кезде жаңағы не? Құрма ағашы құдды түйенің баласы анасын іздеген сияқты жылайды, дауыс шығарады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам қасынан кетіп қалғанына жылайды. Содан кейбір ғалымдар айтқан, демек ненің құрма ағаштарында не бар екен? Сезім деген нәрсе бар дейді. Сол тұрғыдан да неге ұқсап кетеді? Адамға ұқсайды дейді. Енді кейбір әлсіз риуаяттар бар. Бұны әлсіз деген біліп қою үшін айтып жатырмын. Кейбір әлсіз риуаяттарда айтылған, құрма ағашы Адам алейхиссалам жаратылған топырақтың қалдығынан жаратылған деген екен. Сондай риуаятта бар, бірақ бұл әлсіз. Яғни Адам алейхиссалам топырақтан жаратылды ғой. Сол топырақтан, қалып қойған топырақтан Алла Тағала нені? Құрма ағашын жаратты деген риуаяттар бар, бірақ ол риуаяттарымыз әлсіз. Енді тағы ұқсайтын жерлері, мұсылман мен құрма ағашын ұқсайтын жерлерін Ибн Хаджар көп деген ұқсастық жерлерін алып келген. Солардың кейбіреуін оқиық. Қазір құрма ағашы, қазір айтам. Қай жерде, мына жерде бір жерінде бар еді ғой. Осы хадистің басқа бір риуаятында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам мына бір аятты оқиды. Дарабаллаху мәсәлән калиматан таййибатан кашаджаратин таййибатин аслуха сабитун фил арди ва фар'уха фис сама деген аят бар. Яғни Алла Тағала сендерге көркем бір әдемі сөзді мысал ретінде келтірді, неге ұқсатып? Бір ағашқа ұқсатып дейді. Ол ағаштың түбі жерге терең кеткен, ал оның жемісі болса жоғарыда деген аятты оқиды. Кейін пайғамбарымыз сұрайды сахабалардан, ол қай ағаш деп. Сол кезде ол құрма ағашы болады да. Енді осы хадисті түсіндіргенде имам Құртуби айтады. Мұсылман адамда негізі өзінің дінінде бекем болады. Құдды ағаш терең не тамырымен жерге орнығып алғаннан кейін сен ағашты келіп жай қолыңмен нетсең, селіксең, ол құлап қала салмайды ғой. Ол тұрып береді. Қаншама жел болса да, қаншама удар болса да ол тұрады. Мұсылман адамда құдды солай дейді. Соған ұқсайды. Оған қаншама өмірдің сынақтары келсе де, Алланың сынақтары келсе де, ол тұрып береді дейді. Сосын оның жемісі неде? Жоғарыда ғой. Құрма ағашын білесіздер ме? Қалай өседі? Өте бір 3 метр, 4 метр, 5 метр болып кетеді ғой. Ұзын болады. Жоғарыда болады оның жемісі. Астында болмайды. Жоғарғы жағында болады. Мұсылман адамның да амалдары дәл солай жоғарға көтеріле береді дейді. Яғни мұсылман адамның жасайтын әрбір амалы жоғары жақтан болады. Яғни жоғары жақтан дегеніміз қалай? Әрбір амалы жақсы, таза амалдардан болады дейді. Егер шынайы мұсылман адамның амалдарын қарайтын болсаңыз, ол ғибадаттарынан басқа, құлшылықтарынан басқа мұсылман адам неге бұйырылған, немесе не істерді істейді? Көршісімен жақсы қарым-қатынаста болады, бала шағасымен жақсы қарым-қатынаста болады, өзінің мысалға әке-шешесімен жақсы қарым-қатынаста болады. Бұлай алып қарасақ, мұсылман адамның барлық жағдайы не? Жақсылық қой. Шынайы мұсылман болса, оның барлық жағдайы, тіпті ұйықтаған кезіндегі жағдайда оның не? Жақсылық. Тұрған кезіндегі жағдайда жақсылық. Демек, мұсылман адамның да, егер шынайы мұсылман болатын болса, барлық жағдайы не болып тұр? Жақсылықпен байланған. Жақсылықпен несі бар? Байланысы бар. Құрма ағашы да дәл солай дейді. Құрма ағашы да жаңа айтқанымыздай оның ағашы жаңағы тағы пайдаларынан бірі, мынау құрма ағашының үстінде лиф деген нәрсе болады. Лиф дегеніміз ол жіп сияқты. Кім құрма ағашын көрген? Көргендер, бұл просто көрмеген адамдарға түсіндіре қойын да. Тәге құрма ағашын көргенсіз ғой Мединада. Құрма ағашының қарасаңыз несі? Үстінде бұлай жіп сияқты бір нәрсе тұрады.
жіп сияқты болып тұрады. Сол негізі жіп арабтар бұрыннан сол жіп ретінде қолданған. Яғни арқан ретінде қолданады сол нәрсені. Яғни құрма ағашының пайдасыз нәрсесі жоқ, пайдасыз жері жоқ деп айтайық. Құрма ағашының әрбір бөлігінен адамдар пайдалана алады. Мұсылман адамда дәл солай дейді. Мұсылман адамды да қарасаңыз, қоғамда болсын, жеке өмірінде болсын, отбасында болсын, оның пайдасыз жері болмайды. Шынайы мұсылман адам болса да, дәл сол сияқты дейді. Енді тағы бұл хадистен алатын кейбір пайдаларды айтатын болсақ, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сахабаларға кейде осындай сұрақ немесе тақпақ қойып отырған. Тақпақты білесіздер ғой, лұғыз деп айтылады араб тілінде. Бірақ Ибн Хаджар айтады, тақпақ қойған кезде сол тақпақтың жауабына нұсқайтын бір белгілерді берген абзал дейді. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бұл сұрағын тақпақ ретінде қоятын кезде жауапқа нұсқайтын бір амалы болды. Қандай амалы еді ол? Жұммар, жаңағы құрма ағашының несін жемісін жеп отырған еді ғой. Негізі кім айтады? Ибн Хаджар айтады. Тағы мына нәрсені түсінуге болады дейді. Бұл жерде Абдуллах ибн Умар өте зеректігін түсінуге болады дейді. Өйткені ол сразу білді. Неден? Өйткені Ибн Умар айтады, басқа бір риуаятында, қайдан білдің оның құрма ағашы екенін десе, өйткені пайғамбарымыз нені? Сол құрма ағашының жұммарын жеп отқан еді ғой дейді. Оны босқа айтпайды ғой дейді да. Көрдіңіздер ме? Сол себепті Ибн Хаджар мына жерде айтады, демек шәкірт те не болу керек? Өте зерек болу керек. Ұстаздың айтып жатқан сөзін мимикаларымен, іс-әрекеттерімен, немесе араб тілінде қараин дейді, қасында тұрған заттарға қарай түсінуге әрекет жасау керек. Көмектеседі өйткені. Сосын мынандай бір мәселе бар. Имам Абу Дауд риуаят еткен бір хадис бар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам уғлутат дегеніміз андай тақпақ, бірақ андай тақпақтар болады ғой. WhatsApp-тарда кеп қалады ғой. Білесіздер ме? Қиын, анау түсінбейсің. Өз думалақ, іші бірдеңе деген сияқты тақпақтар болады ғой. Білесіздер ме? Өзі бірдеңе, өзі бірдеңе. Бұлай ойласаң да не? Таба алмайсың да. Ондай тақпақтар қоюға пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам негізі тыйым салған. Дұрыс емес деген. Неге? Өйткені ол біріншіден адам баласының миын нетпейді, развивать етпейді, дамытпайды. Екіншіден оның артында пайда жоқ. Жұмбақтар, жұмбақ. Жұмбақтар, егер оның артында бір пайдалы нәрсе тұрса жақсы. Бірақ көбінесе қазір күнде де WhatsApp, Instagramдардағы сонда жұмбақтар бар, оны түсінбейсің да. Түсінбейсің, не деп айтып жатыр ана, ол пайдасы жоқ. Лучше оны тапқаннан көре не істеу керек? Бір аят Құран оқыған, немесе пайдалырақ бір нәрсе оқыған абзал дейді. Не нақты нәрсе, керек нәрсе. Сөйтіп, бірақ Ибн Хаджар айтады, ұстаз шәкірттерінің дәрежесін білу үшін осындай жұмбақ сияқты сұрақтарды қоюға болады дейді. Бірақ қатты қиын болмау керек, сол сұрақтың жауабына нұсқайтын белгілер болу керек дейді. Сосын бұл хадисте тағы алынатын кейбір пайдаларымыздың бірі, Ибн Умар айтады негізі. Жаңағы жиналыста әкесі Омарда болды ғой. Жиналыс біткеннен кейін, тарағаннан кейін, барлық сахабалар тарағаннан кейін, Абдулла әкесіне айтады Омарға. Әке, негізі мен біліп едім оның құрма екенін дейді. Бірақ ұялдым дейді да, айтуға. Сол кезде Омар қатты нетеді. Ұрсат десек қате болады ғой андай. Неге айтпадың сол кезде дейді да. Ашуланады. Сол кезде айтқаныңда мен үшін ол сенің құрма ағашы деп сол жауапты айтуың мен үшін мына нәрселерден де жақсырақ еді деп айтады. Басқа бір риуаятта хумурун наам deyilеді. Хумурун наам дегеніміз андай түйенің ерекше бір түрлері. Мына түйелерден маған не жақсырақ еді. Қазіргі күнде айтқанда мына джип сияқты ғой, пәленші джиптардан да маған жақсырақ еді деп айтады. Бірақ не үшін енді бұл жерде Омар
баласын бір көрсетіп қойғысы келіп тұрма, или мақсады не Омардың деген кезде айтады, бұл жерде Омардың баласының пайғамбарымызға жауапты айту арқылы пайғамбарымыздың көзіне көрінуі ғой. Пайғамбарымыз жақсы көріп қалады мысалға. Сол арқылы пайғамбарымыз оған бір дұға жасаса екен деген үмітте айтқан дейді. Яғни балам барлығынан білікті екенін бір көрсетіп қою үшін емес, ол пайғамбарымыздың көзіне түсіп, пайғамбарымыздың бір махаббатына бір еленіп қалады ма екен деген ойда болған дейді. Өйткені ойлаңыз, кішкентай ғана бала ешкім білмеген нені бір жауап, үлкен сахабалар білмеген сұрақтың жауабын айтып тұрса, пайғамбарымыз қуанады ғой. Оған дұға жасайды. Кейін басқа жерде көріп қалса да, анау бала ғой мынау деп оны жақын алады уже. Сол ниетте Омар айтқан дейді. Ол Омар балам өзінің білімді, білікті екенін көрсету үшін айтса еді деген ниеті болмаған дейді. Кейін тағы пайдаларының бірі, бұл хадистен алынатын, кейде үлкен ғалымдар білмейтін мәселенің жауабын шәкірттер білуі мүмкін дейді. Ойлаңыз, ана жерде Омар, Абу Бәкір сияқты үлкен сахабалар отырда, пайғамбарымыздың қойған сұрағына кішкентай ғана бір бала ғана жауабын біліп тұр да. Сол себепті ұстаздар ешқашан шәкірттерінің дәрежесін қатты төмен санамау керек дейді. Кейде ұстаз білмеген нәрсені шәкірт біліп отырады. Біз өзіміз қанша жылдан бері сабақ беріп жүрміз, кітап оқып тұрасына түсінбей тұрасың ана жерде. Мынау не еді, не деп тұр десін, шәкірт түсініп қояды ғой. Ұстаз былай емес па дейді да. Деу керек сол кезде. Негізі, егер шынайы әхлі ілім болатын болса, ілім иесі болатын болса, сол кезде мойындау керек. Бірақ Алла Тағала өзі хидаят берсін баршамызға. Көбінесе мойындай алмай қаласың ғой. Тұрасың да, жоқ дейсің ғой. Нәпс жібермейді да. Қой, олай емес ау дейсің. Ойланып көресің да, кейін басқа жерде сондай сөз кеп қалса, ана шәкірттің айтқан сөзімен тәпсірлейсің ғой. Мен жаңа айтқан едім ғой, жоқ, ол жерде басқа еді, мына жерде басқа деп айта саласың ғой. Демек, Ибн Хаджар айтады, демек, кейде шәкірттер немесе жасы кіші балдар, үлкен адамдар білмейтін, ғалымдар білмейтін нені мәселенің жауабын білуі мүмкін. Бұл көбінесе болмаса да, бірақ кейде болып қалады дейді. Лианнал илма мавахиб. Өйткені білім бұл мавахиб. Бұл не деген? Ілім. Ол қандай ілім болса да, бұл Алланың сізге берген ризқы. Түсініп тұрсыздар ма? Біз иман келтіргенбіз не нәрсеге? Біздің ризықтарымыз Алладан, тағдырда жазылғаннан артығында, кемінде ала алмаймыз. Бізге қанша белгіленген соны точно аламыз. Миллион ба миллион. Солай ғой. Ілімде дәл солай. Яғни Алла Тағала білімді, бұл жерде ілім мавахиб дегені Алланың құзырынан берілетін нәрсе де бұл ілім. Сол себепті мен қанша көп оқысам, сонша көп ақпарат алам деп ойламаңыз. Ақпаратты алу басқа, оның ілім болып орнығу басқа. Өйткені Алла Тағала айтады: «Ваттақуллах юаллимукумуллах». Сендер Алладан қорқыңдар, Аллаға тақуа етіңдер, Алла Тағала сендерге өзі білімді беріп қояды дейді. Басқа бір аятта «Яджаллакум фурқанан» дейді. Яғни сендерге егер Алладан тақуалық ететін болсаңдар, Алла Тағала сендерге фурқанды береді дейді. Фурқан дегеніміз ақиқат пен батыл, яғни ақиқат болмаған теріс нәрсенің ажыратып алатын нәрсе. Демек, ілім ол адамның әрекетінен туындайтын нәрсе емес. Ол ілім Алланың беретін сізге сыйы. Енді осы жерде түсініп алу, бір нәрсені түсінейік. Ілім дегені не ол? Бірінші осының анықтамасын білуіміз керек. Ілім дегеніміз не ол? Көбісі ойлайды, ілім дегеніміз ол ақпараттың көп болуы, мәліметтің көп болуы деп ойлайды. Мысалға, мен 100 кітап оқып қойдым. Мысалға, мен білімді адам есептелем ба? Соның оқыған 100 кітаптың ішіндегі алған ақпараттың барлығы білім ба, білім емес па? Қалай ойлайсыздар? Негізі ілім немесе білім ол
ақпараттың көптігімен өлшенбейді. Ілім немесе білім дегеніміз ол адамға пайдасын тигізген нәрсе. Яғни сіз алған ақпаратыңыздан өміріңізге немесе ақыретіңізге пайдалы болса, ол ілім есептеледі Алланың құзырында. Ал егер сіз ол алған ақпаратыңыздан пайдаланбасаңыз, дүниеңізге болсын, ақыретіңізге болсын, ол ілім деп есептелмейді. Ол тек қана бос сөз болып, немесе бос ақпарат, мида тұрған ақпарат болып қалады. Негізі біз ілімді не үшін үйренеміз? Мақсат не? Ау? Пайдалы үшін. Негізі ол мен діни білімді айтып тұрған жоқпын. Жалпылама ақпарат үйренеміз ғой. Физиканы үйренеміз, математика. Мақсат не артында тұрған? Қолдану, яғни адамға егер оның пайдасы тимесе, ол керек пе, керек емес пе? Ол тек қана не болып қалады? Ақпарат болып қалады. Құдды мысалға мен қытайшаны білмеймін, бірақ қытай тілінде бірдеңе деген бір сөзді өлеңді жаттап алсам, немесе ағылшын тілінде мен қаншама сөзді жаттағам, бірақ ол ілім бе, ілім емес пе? Ілім емес. Неге? Өйткені оның маған несі жоқ? Пайдасы жоқ. Жоқ, ұмытпаған күннің өзінде де маған пайда бермеген нәрсе ол ілім емес. Ондай нәрсені мына қазіргі запистерді не істейді? Істей алады. Запись қаншама сөздерді, қаншама нәрселерді жазып алады, немесе Google бар, қазіргі ChatGPT дегендеріңіз бар. Оның ішінде миллиардтаған ақпарат бар. Сол қазіргі ChatGPT-ні сіз ғалым деп айта аласыз ба? Не үшін? Өйткені ол пайдаланбайды ол нәрсені. Түсініп тұрсыздар ғой? Ілім болу үшін, білікті ғалым болу үшін не болу керек? Ілімге амал ету керек. Бұны мен бір сабақта да айтып едім сіздерге. Негізі Алла Тағаланың құзырындағы ғалым деп кімге айтылады? Яғни Алла Тағала ғалым деп кімді мойындайды? Алған біліміне, іліміне амал жасаған адамды. Егер алған іліміңіз сізге пайдасын бермесе, оған амал жасамасаңыз, сіз жахил бола бересіз. Яғни надан, білімсіз болып тұра бересіз. Өйткені негізгі білімнің функциясы сізде амал жасамай тұр. Ол білімнің негізгі функциясы не еді? Пайда тигізу еді. Демек, білімнің пайдасы тимей тұрма, біліңіз ол ілім емес. Өйткені Алла Тағала Құранда не деп айтады? Иннама таубату алаллахи лиллазина яъмалуна суа bijahalatin. Яғни Алла Тағала кімнің тәубесін қабыл етеді? Күнә істі білмей істеген адамдың күнәсін, тәубесін қабыл етеді дейді. Мысалға, бір адам арақ ішті, мұсылман адам. Арақтың харам екенін біле ма? Біледі ғой. Енді жалпы қарапайым мұсылман халық біледі. Мысалға, зинаны айтады. Зинаны харам екенін біле ма? Дұрыс емес екенін біледі ғой жалпы қарапайым халық. Енді ол біліп тұр харам екенін, бірақ істеді. Дұрыс па? Ол тәубе етсе, тәубесі қабыл Алла Тағала қабыл ете ме, етпей ме тәубесін? Дұрыс қой. Ал бірақ аятта кімнің тәубесін ғана қабылдаймын деп тұр Алла Тағала? Білмей істеген адамның деп тұр. Ол біліп тұр ғой. Оның тәубесін енді Алла Тағала қабыл етпей ме? Түсініп тұрсыздар ма сұрақты? Алла Тағала кімнің тәубесін қабыл етем деп тұр? Білмей істеген адамның. Ал ол біліп тұр, біз де біліп тұрмыз. Мысалы, өтірік айту харам екен білеміз ба? Бірақ өтірік айтамыз. Сосын астағфирулла дейміз. Аллаға тәубе еттік дейміз. Алла Тағала біздің тәубеміз қабыл ете ме, жоқ па? Қабыл етеді. Өйткені ғалымдарымыз айтады, ана адам мысалға зинаның, арақтың харам екенін біле тұра соны істесе, біліп тұр ғой. Бірақ істеген кезінде ол жахил болады дейді. Надан болады, білмеген адам сияқты болады. Неге? Өйткені ол білген біліміне амал жасамай тұр дейді. Түсіңіздер ма? Демек, ілімге амал жасалмады ма, сізде қанша ақпарат болса да, Бұхари, Муслим, Құранды жаттап алған болсаңыз да, оған амал етпесеңіз, сіз Алланың құзырында не емессіз? Алим емессіз. Алим болу үшін білген біліміне, іліміне амал жасау керек. Сол кезде ғана Алла Тағала сізді алим, ғалым деп мойындайды. Түсінікті ғой, Демек, бұл жерде мен айтайын деген нәрсем не еді? Ілім ол тек қана ақпаратты білу емес. Ілім дегеніміз ол алған ақпаратқа амал жасау, содан пайдалану. Сол кезде ғана не? Ол білім болады. Біз жақта
кейбіреулер айтатын, ілім мен білімнің айырмашылығы бар. Ілім деген тек қана ол, білім деген тек қана ақпаратты алу, ілім деген сол ақпаратқа амал жасау деген сөздер жүреді қарапайым халықтың арасында. Бірақ жалпылама шариғатымыз ілім деп нені мойындайды, немесе ілім деп нені айтады? Сол пайда келтірсе. Сол себепті бізде көбінесе мына дінді оқып жүрген адамдар шариғатта ғалымды мақтаса, немесе білім жолында жүрген адамдарға мынанша сауап болады деген аят хадистер бар ғой. Соны көбінесе немен түсіндіруге әрекет жасайды? Шар'i білім деп та. Я дұрыс, ол да кіреді. Бірақ негізі Алла Тағаланың шариғатында білім ол тек қана шариғаттың білімдерімен шектелмейді. Білім ол адам баласына, қоғамға пайдасы тигізетін әрбір ақпарат, ол шариғатымыз құптайтын білім деп айта береді. Сол себепті мысалға математика, физика егер қоғамға, елге пайдасы келетін болып тұрса, ол жаңа шариғатымыздағы айтылған кім ілім жолында жүрсе, Алла Тағала оған жаннаттың жолын жеңіл қылып қояды. Кім ілім жолында жүрсе, Алла Тағала оған періштелердің қанаттарын төмендетіп қояды деген хадистер бар. Сол хадистеріміз де неге қатысты болып қала береді? Сол жаңа математика, физиканы да үйреніп жүрген адамға, егер ол пайдасын тигізетіндей қылып алып жүрсе, алып жүрген болса білімді. Енді осы жерде негізі бүгінгі сабағымызда хадисімізді негізі аяқтасақ та болады. Енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бүгінгі алған хадисімізде, оқыған хадисімізде мұсылман адамды құрма ағашына теңеді, құрма ағашына ұқсайды деді. Екеуінің ұқсастық жерлері құрма ағаштың барлық жағдайы, әрбір бөлігі адам баласына пайдалы. Мұсылман адамда құдды солай болу керек. Яғни шынайы мұсылман адам үнемі және әрбір сәтінде, әрбір бөлігінде, әрбір іс әрекетінде пайдалы болу керек. Сол кезде ол шынайы мұсылман немесе мүмін адам болады. Сосын бұл жерде тағы бір нені айта кететін бір мәселеміз бар. Ол жас жігіттер егер бір мәселе туындаса, жас үлкендердің қасында ұялып айтпағанда негізі құпталатын нәрсе. Негізі, өйткені Омар не деп тұр? Мен ұялдым дейді. Негізі білімде ұялу жоқ. Өйткені Яхья ибн Аби Касир деген табиғин ба, ғалым айтады, екі адам білімді үйрене алмайды, ілім ала алмайды дейді. Біріншісі өте ұялшақ адам, екіншісі такаббар адам дейді. Осы екі адам білім ала алмайды. Бірақ ұялудың да нормасы бар да, нормасы бар. Қатты ұялып, кейбір біздің шәкірттеріміз болады. Ұстаз сізден жеке сабақ алайыншы дейді. Топпен келсе басқа балдармен десем, топтың арасында мен қысылам, ұялам дейді. Ұялам дейді, аналардың қасында өзімнің пікірімді айтуға ұялам, ұстаз жеке сабақ беріңізші дейді. Мен айтамын да, бұл ұялуының негізі кейде болады, немесе көбінесе, Құдай сақтасын, ол ұялу емес негізі, ол такаббарлық. Неге? Өйткені қазір мен айтсам, қате болып қалса, ана басқа шәкірттердің қасында менің дәрежем түсіп қалады деген ғой. Бұл такаббарлық. Түсініп тұрсың ба? Көбінесе шәкірттерде сондай жағдай, яғни ұялам деу, ол ұялу емес, ол такаббарлық. Неге айтпадың сонда? Сабақтан кейін айтады, ұстаз негізі былай деп айтқым келген дейді. Неге айтпадың соны сабақта десем, ұялдым дейді. Негізі ұялған жоқсың сен. Негізі сен қазір мен айтсам, егер айтқан сөзім қате болып қалса, аналар менің дәрежем төмен екендігін біліп қалады, немесе менің дәрежемді төмен деп санап қалады деп ойлап айтпайды. Ол дұрыс емес. Енді ұялу, яғни адамдардың қасында болады, кейбір адамның табиғаты солай, сөйлей алмайды, ұялады. Ол дұрыс. Бірақ жаңағындай мағынада болса, мен қазір егер айтатын болсам, қате болып қалса, жаңа қасымда тұрған басқа менің серіктерім менің дәрежем төмен екенін біліп қалады, немесе менің дәрежемді төмен деп ойлап қалады деген болса, ол ұялу емес, соны білу керек, ол такаббарлық деп айтылады. Яғни өзіні мойындамау, дәрежесін мойындамау. Неге? Өйткені такаббарлық дегеніміз не ол? Такаббарлық дегеніміз ақиқатты мойындамау ғой. Пайғамбарымыздан сұрайды ғой, такаббарлық не ол дегенде, батарул хақ, ғамтун наси ва батарул хақ. Адамдарды менсінбеу, төмен санау өзінен, сосын ақиқатты мойындамау. Такаббарлық деген нәрсеміз осы.
адамдарды өзінен төмен санау, сосын ақиқатты мойындамау. Бірақ ұялу да орынды. Сосын Ибн Хаджар да айтады мына жерде, үлкендер тұрғанда жас балдар сөйлемегені абзал дейді. Өйткені Омардың баласы Абдуллахтан естеді, әкесі Абу Бәкір сияқты үлкен сахабалар тұрған кезінде артық сөйлемей, үндемей отырды. Білсе де, жауапты білсе де, үндемей отырды дейді. Осы жерде сабағымызды аяқтасақ, Аллаху алам, саллаллаху саллям аля набийина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи ажмаин. Раббана тaqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna ya maulana innaka antat tawwabur rahim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Allahu akbar. Allah razı olsun barшаңыздан.